Таң деген әдем атып келе жатыр енді Лос-Анджелес қаласында. Мәссаған, менің деген көлігім тұрма, крузагым тұрма, базар жоқ, соска өзі бар ғой. Соскашы прям ұнайтын маған бар емес пе? Қатты ұнайтын ошы. Мәссаған, сөзбен жеткізе алмаймын енді бар ғой. Әдемілеп мініп жүрмін енді, асықпай, артық еш жерге бармай, сөйтіп мініп жүрген көлігім ғой енді менің. Чисто қалаға мініп жүрмін енді, осы жерде осындай бір квартирада тұрып жүрмін өзім. Не деген, мен әлі үй алған жоқпын, менде үйде жоқ, негізі бар еді, бұрындары бар еді. Содан кейін оны ұрлап кеттім ма, бір нәрсе болып кетті достар, түсінбей кеттім. Ал енді көлігімде қызық болған шығар, енді көп қыздырмай барайық енді біздің баратын жерімізге. Айтпақшы, мына жерге кім көлігін менің есік алдыма қойып кеткен, түсінсем бермасын да, жынды болып қалған ба мынау деген. Вообще праваны сатып алып бар ғой, осы адамдар бар емес па? Мен сияқты айда көріп қой негізі көлікті достар. Мына қараңдаршы, не деген соска крузак. Достар, сендерге жалпы қандай автокөлік ұнайды? Давайте комментария жазыңдаршы, мен міндетті түрде оқып лайк басатын боламын достар. Бұл менің екінші арнам, давайте екінші арнамды да қолдап достар, әрбір көріп отырған адамдар, давайте жігіттер, давайте достар, немба қалайтын астындағы подписаться деген кнопканы басыңдар, лайк деген түймені басыңдар. Содан кейін сендерге қандай көлік ұнайды, соны комментарияға жазып кетіңдер маркасымен бірге достар. Мен міндетті түрде оқып достар, соны оценивать ететін болам достар. Ал бүгін біз деген жолға шықтық, яғни айтқан кезде ауылға қарай баратын боламыз достар. Косойдың жағына барамыз, бірақ Косойға емес достар, себебі Косой деген басқа Қазақстанға ұшып кетті. Сондықтан мен қазір жалғыз өзім жүрмін достар. Мен деген енді бір 570 лайға батып қалған екен, енді соны барып тауып алып шығарайын деп жатырмын. Мүмкін если нормально болатын болса, соны өзім айдап өзіме көлік қылып алсам ба деген ойым бар достар. Жалпы мына интернетке лайға батқан көліктерді, жарамайтын көліктерді сақ болады. Сол жерден мен 570 көрген болатынмын, яғни Lexus 570, мынандай үлкен осындай джип көлік. Сондықтан енді соны қазір барып көруге бара жатырмын достар. Давайте видеоны соңына дейін көреміз достар. Видео өте қызықты болады достар. Достар, бұл менің екінші арнам, сондықтан екінші арнаға да тіркелеміз, бірінші арнаға да тіркелеміз, ол деген описанияда тұратын болады достар. Так, олай болса екесін күтуіміз керек. Міне өзі де келе жатыр ғой. Ассаламағалейкум бауырым, қалайсың, амансың ба? Джонни деген сен ба? Деген менде деген интернетте тұрған осы 570 ғой. Айтқан кезде енді бұл көлікке не болған деген саған сұрақ келген шығар. Бұл көлік деген бір өте үлкен бір банданың мүшесінің содан кейін бұл көлік алған кезде бұл көлік таудан секірген, содан кейін алдымен қадаланған, артымен айналған. Айтқан кезде өте бір түсініксіз жағдайлар болған. Айтқан кезде бар емес па бұл көлікше. Енді бұл көлікті мен сатып алдым, содан кейін ол көлікті енді сатайын деп жатырмын. Арзан бағаға сатып жіберейін деп жатырмын. Маған негізі керек емес. Бірақ бұл көлікші бауырым, бұл көлік жүрі еркек шайтам саған. Давай отыршы жанына. Наңғара көлік деген от алып тұр. Бар емес па кәдімгідей. Бірақ енді бір-екі жерлеріне зақым келген, содан кейін шамалы жай жүреді. Негізі вообще тартпайды. Негізі дұрысы негізі айдамай-ақ қойғаның дұрыс, бірақ мен саған жүргенін көрсеттім бауырым. Все, түсіндім сені бауырым. Енді мен деген алам деп келдім, сондықтан алып кете салайын. Қазір деген эвакуатор шақырамда, содан кейін алып кетем. Қолымда бір чемодан ақша бар бауырым, осы ақша енді жетіп қалады деген ойдамын. Ровно сенің айтқан суммаң бар осы жерде. Так, олай болса давай осы суммада, осы сөмкедегі ақшаны ал, содан кейін барып мен көлікті алып кетем. Негізі бұл көлікті өткеніне сатып жіберем деп ойлаған ба, бірақ сен деген мен сұрағаннан да көп ақша алып келдің. Енді базар жоқ бауырым, мырзамын саған. Енді негізі сатып алғаның дұрыс болған жоқ, бұл көлікті бар емес па? Бұған көп ақша тығасың, өзінен екі есе көп ақша тығасың. Так не стоит деп ойлаймын енді. Давай, өзің білесің ғой, не болса да адуше мен кеттім. Ол жағынан уайымдамай-ақ қой, мен деген өзімнің оқырмандарыма осындай көлікті сатып алып, тюнинг жасап, осындай контент бастайын деп жүрмін. Мен деген ақшасына қарамаймын ғой, главный қызықты контент шықса болды менің оқырмандарыма. Ал все, олай болса қазір мен деген достар осындай эвакуаторға салып айдап кететін болам достар. Или өзі жүрем екен, бір айдап көрейікші достар. Мына что-то жүретін сияқты, бірақ давайте кән. Базар жоқ, мәссаған, мынау деген әдем жүріп болады ғой. Майы кән, нақты мынаны қақ бете салайық. Ал мінекей достар, мынау деген жүріп тұр, базар жоқ, бірақ деген өте жай жүріп тұр екен достар. Ол мен 15-пен жүріп тұр, қараңдар. Мәссаған достар, мынаның баллон деген тесіліп қалған ғой, мәссаған, бекер айдадым мен бар ғой. Так, қазір эвакуаторға шақырайын, содан кейін бұл көлікті қалаға алып кететін боламыз достар. Все, эвакуаторды шақырдым, енді деген мынаның баллондары жайлап
тесіліп отыр достар, дөңгелектері покрышкалар кетіп жатыр. Енді бір нәрсе қылып жетіп алуымыз керек. Біз деген қазір өзім айдап апаратын боламын. Енді қалаға деген достар, давайте сендер лайк баспаған болсаңдар міндетті түрде басыңдар, подписка басыңдар. Біз деген кеттік ал енді қалаға. Ойбай, мынау деген срочно қат жүреді ғой, эвакуатор базар жоқ ма, 570-ді сүйреп бара жатыр, смело сүйреп бара жатыр. Ал болса кеттік достар. Мынау көлік деген айналып кете береді ғой, мынау баллондар жоқ. Ой, кешір бауырым, сен емес. Ойбай, мынаның көлігін басып алыппын ғой мен деген. Таста бұның көлігін емес. Мен деген 570 артуым керек қой. Мынаның покрышкалары болмағаннан кейін достар, мына жолда тайғанап бара жатыр бар ғой. Давай, қазір 1 минут мынаны тартып алып кете салайын. Все, болды, кеттік ал. Достар, мынау деген вообще бочт болып кетті ғой, машина деген. Мына эвакуатор деген болмайды екен, құрсын бекер алыптың ба ғой. Негізі фура шақыра салу керек еді, фурамен атып кету керек еді. Мына көлікті бар емес па, мынаның покрышкасы болмағаннан кейін бочт болып кетті ғой. Тайғанап жолда деген есіктерді жабылмайды. Қасқа қой, енді ана пойызбен ба бір нәрсеге артып алып кетем ау енді деймін. Кәдімгі жүріп тұрмеген бұл көлік маған соғызып қойып тұр. Егер жүріп тұрған болса, бұның моторы деген мощный деген сөз. Мәссаған достар, мынау жүріп тұр ғой. Бір-екі рет аударылып қалып едім, мынандай состояниеға келіп қалды менің машинам деген. Енді айтып сөзбен жеткізе алмаймын. Мынаны жөндетеміз ба, өзін не стоит па достар, мынау мен былай болады деп ойлаған жоқпын. Қашындашы жолдан деген бұрылмай келе жатырмын ғой мен деген, көрмей тұрсыңдар ма? Давайте сибалса, давайте все бәрің. Қазір мен деген осы гаражға қойып көлігімді жөндететін боламын. Мыналар не, менімен төбелескісі келіп тұр ма, түсінбедім. Ойбай достар, мынаны қараңдар. Мына 570 жарылып кетті ғой. Достар, не болды мынау енді? Гаражның қасына келген кезде жарылып кеткен емес, мәссаған достар. Қарғыз атсын сендерді. Бұл көлікте бір маған бұйырмай тұрған сияқты ма? Қалай өзім? Мен қазір енді кассаправтармен сөйлесіп көрейін, бұны жөндеуге келе ме екен, келмей ме екен. Не қылса жөндетіп аламыз ғой. Давайте, өрт сөндірушілер сөндіріп кеттіңдер. Рахмет өрт сөндірушілер, сендерге көп. Ойбай, кешір, рахмет айтам деген ұрып жіберіппін ғой, байқамасына. Кешірдім, мен деген есті жағада келіп қалдым достар. Қазір мен деген өзімнің көлігімді көретін болам. Мәссаған, мына жерде деген бір 570-тер. Бұл кімдің көлігі? Әрине бұл менің көлігім достар. Мен деген тура осыдан 1 жыл бұрын осы көлікті жөндеуге тастап кеткен болатынмын. Енді достар, менің көлігімді дайындап қойыпты. Кәні отырып тексеріп көрейікші, кәні қалай болғанын. Мәссаған 570-ке бірінші рет отырып тұрмын достар. Мәссаған базар жоқ, спидометрлер бәрі істеп тұр. Негізі кезінде істемей тұрған еді достар. Так, кәні яқтан аккуратына бұрамыз енді. Салам алейкум жігіттер, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Мен 570-ін көріңдер ма? Базар жоқ, мәссаған. Қазір енді мен деген айдап көретін боламын достар. Бұл 570-ті, мынау деген өте дерзкі ғой. Базар жоқ жүріп болады деген, енді красава достар. Енді деген достар, бұл көлікті жөндетуге өте көп ақша кетті достар. Мен деген өзімнің бір-екі заттарым сатып жібердім, алтын-палтындарымды. Содан кейін осы көлікті жөндетіп алдым достар. Қазір енді осы көлік бар, содан кейін крузак бар достар. Енді келесі бөлімде қандай көлік тауып алайын, давайте комментарияға жазыңдар. Мен міндетті түрде оқып сол көлікті тауып алатын боламын достар. Олай болса, келесі кездескенше сау саламат болыңдар.